Баршаға сәлем, сіздермен бірге мен Дорамшик ағай. Өте көп уақыт болды обзор жасамағалы, сондықтан да бүгінгі обзор «Секас. Игрушка» деп аталатын фильм. Атынан шошуыңыз мүмкін, бірақ фильм сіз ойлағандай емес. Жігіттің сабаздары дорамасы естеріңізде шығар, иә? Кезінде өте қатты хит болды, танымал болды. Сол жерде Чандиге тиісе беретін 3 қыз болатын. Соның бірін Чан Жайон есімді актриса сомдаған еді. Зорлыққа шыдай алмаған ол 2009 жылы өкінішке орай өзіне қол салып өмірден өткен еді. Ол өзіне қол жұмсар алдын кімдерден зорлыққа ұшырағандарын, аты жөндерін, нақты не істегендерін жазып кеткен болатын, бірақ өкінішке орай бірде-бір адам өз жазасын алған жоқ. Осы оқиғаның желісі бойынша 2013 жылы «Секас. ойыншық» деп аталатын фильм жарыққа шыққан еді. 2009년 3월 와 성상남 과정에서 뭔가 좀 이상. 이 씨가 죽기 전 현장 보존 없었지, 감식 없었지. 거기다 증거 있으면 기소하고 보관실 가서 진짜 털어야 형님. 지금 안 와봐. Фильм сипаттамасына келсек, жас актриса өз-өзіне қол жұмсайды. Жас актрисаның өмірден өтуі бүкіл бақ беттерін шулатады. Көптеген актрисалар жас актриса секілді ойыншық болған белгілі болады, бірақ ешкім түсініктеме бермейді, ал іс жабылудың алдында тұрады. Танымал журналист істі қолына алып, журналистік зерттеуге көшеді. Журналисті әйгілі Мадон Сок сомдаған. Жас актрисаның күнделігі дәл осы журналисттің қолына түседі. Енді журналист не істеу керек? Фильм 18+ желілері бар, өте қатты көрсеткен, ашық көрсеткен, бірақ бұл фильмнің айтатыны мүлдем басқа. Бұл актриса неге ондай зорлыққа ұшырады, неге осындайға барды, неге өзіне қол салды, осы сұрақтарды фильмде жауап аламыз. Өмірде де фильмде де зорлағандар, кінәлі адамдар бір адамда әрине сотталмай ақталып шығады. Жалпы актриса өте кедей отбасында өседі, оған ақша керек болады, солай ол өзінің өмірін осы модельдікпен, актерлік шеберлікпен байланыстырады. Бірақ ол жақсы емес адамдарға жолығып, сонымен олар келісімшарт отырады. Егер келісімшартты бұзатын болса, ол үлкен көлемді айыппұл төлейтін болады. Ал қыздың ондай ешқандай да ақшасы жоқ, сондықтан да олардың айтқан әрбір ұсынысына келісу керек болады. Солай келіседі, түрлі зорлыққа ұшырайды, түрлі продюсерлермен, режиссерлермен бірге болады, бірақ өте қатты қиналады. Соңында шыдай алмай өмірден өтеді фильмнің кейіпкері. Өмірде де дәл солай актриса Чан Жайон кедей отбасында өскен, ата-анасыз өскен, өзінің бір ғана бауыры болған, бірақ өкінішке орай жаңағы келісімшартты бұзсаң осындай айыппұл төлейсің дегеннен өте қатты қорыққаннан кейін ол барлық өзінің продюсерінің, менеджерлерінің айтқанын орындап келген. Сондықтан да кімнің астына түсу керек болса да барлығының астына түсіп келген. Одан кейін мұндай өмірден ол өте қатты шаршаған, сондықтан да амал қалмаған ол өзіне қол салады. 2009 жылы үлкен хат жазып кетеді, кімдер кінәлі болды, қандай адамдар кінәлі болды, солардың барлығын жазып кетеді. Үлкен тергеу жұмыстары жүреді, бірақ әрине жаңа айтып өткенімдей ешқандай адам сотталмайды, жазғырылмайды, барлығы да ақталып әрі қарай жұмыстарын жасай береді, жасап та жүр, мүмкін кинода да жүрген шығар, кім білсін. Дәл осындай бір фильм болған еді. Сондықтан да бүгінгі видео осы фильм туралы болды.